Торғайдың миындай ми жоқ деген сөздің шығу тарихы. Бір торғай жем іздеп жүріп, құшының құрған торына түседі. Қолымен қыса ұстаған құшыдан құтылудың амалын іздеген торғай: «Мені жібер, мен кішкентай ғанамын, жегеніңмен бәрібір қарның тоймайды. Одан да мен саған өмірлік азық болатын пышақлайтайын» дейді. Сонда құсшы: «Мейлі, айт, тыңдайын» дейді. Бірінші ақылымды алақаныңда ашып тұрғанда айтам, екіншісін ағаштың бұтағында отырып, ал үшінші ақылымды ұшып бара жатқанда айтамын дейді торғай. Құсшы бұған келіседі. Ол алақанын ашқанда: «Өткен іске ешқашан өкінбе, босқа өре боласың» дейді де торғай ұшып кетеді. Ағаштың бұтағына қонып, екінші ақылымды тыңда. Өз көзіңмен көрмеген нәрсеге ешқашанда сенуші болма дейді. Енді үшінші ақылыңды айт дейді сонда құсшы. Сонда торғай: «Құсшы, менің жем сауымда сенің алақаныңдай гауһар тас бар еді. Сойғаныңда әп-сәтте-ақ байып шыға келер едің ғой» дейді. Бұны естіген құсшы отыра қалып: «Қап әттеген-ай, байлықтан айырылып қалдым-ау» деп сан соғып, өзін-өзі кінәлап, тоқтамай, өзін-өзі жазғырып, ұзақ жылайды. Сол кезде торғай қайтадан келіп: «Өткенге өкінбе дедім, ал сен жарты сағат өкініп жыладың. Көзбен көрмегенге сенбе дедім, сен менің өтірік сөзімді сараламай сене салдың. Ей құсшы, сенің алақаныңдай тас менің ішіме қалай сияды? Тыңдамайтын адамға айтқан сөзбен кеткен уақыт зая» деп торғай ұшып кетеді. Торғайдың миындай ми жоқ деген сөз міне осыдан шыққан екен. Енді ойланып көріңізші, осы торғай қырлы болмай, өткен іске өкініп, көзбен көрмегенге сеніп, өміріңізді босқа өткізіп жатқан жоқсыз ба? Қалай ойлайсыз?